Жедел аппендицит дегеніміз бізде тоқ ішектің соқыр ішек деген бөлім болады. Соның құрт тәрізді өсіндісі бізде аппендикс деп айтылады. Соның қабынуын біз жедел аппендицит деп атаймыз, яғни ит деген жалғау, қабыну дегенді білдіреді. Клиникалық көріністерден тоқталатын болсақ, аппендикс бізде оң жақ мықын аймағында орналасады. Сол аймақтың қатты шаншып ауруымен көрініс береді. Бірақ бұл ауру басталған кезде, бірінші кезекте іштің барлық аймағының, кіндік тұсының, асқазан, яғни эпигастр аймағының ауырсынуымен көрініс береді. Ол бізде Кохер-Волкович симптомы деп айтылады. Ал бұл ауырсыну басталғаннан 2-6 сағат аралығы кезінде нақты бұл ауырсыну тек қана оң жақ мықын аймағында ғана тоқталады. Яғни іштің барлығы емес, тек қана сол аппендикс орналасқан оң жақ мықын аймақ қана ауырады. Сосын бұл бізде интоксикациялық белгілердің көрінісімен сипатталады, яғни лоқсу, құсу және температураның 37-38-ге дейін көтерілулері, одан бөлек жидкостьтер, яғни диарея болуы мүмкін. Ол яғни аппендикс бізде, яғни қабыну аппендицит болып тұр ғой, ол басқа ішектерді тітіркендіреді, сонымен сұйық нәжіс, яғни диарея болуы мүмкін, бірақ ол всегда емес. Жедел аппендицитті анықтау барысында пальпация жасалынады. Сол кезде Шөткин, Блюмберг, Ситковский, Розвинг, Воскресенский сияқты симптомдар оң болады. Шөткин, Блюмберг дегеніміз қолды ішке басып тұрып резко алып қалған кезде ауырсынудың күшеюі. Ал Ситковский дегеніміз оң жақ мықын аймақта ауырсынудың күшеюі, яғни ол науқас біз бірінші сол жаққа жатқызамыз, сол кезде оң жақ аймақ қатты ауырсына бастайды. Ал Розвинг дегеніміз оң жақ мықын аймақтағы ауырсынудың сол жақ мықын аймағына пальпация жасаған кезде тоқ ішектің бойымен газдардың жылжуына байланысты күшеюі, және де ол науқас түшкіріп, жөтелген кезде ауырсыну оң жақ аймақта күшейе бастайды. Ал Воскресенский дегеніміз қолмен қабырғалық жиектен іштің алдыңғы қабырғасы бойымен төмен қарай сипалап сызық жүргізген кезде ауру сезімінің пайда болуы. Соқыр ішектің осы құрт тәрізді өсіндісінің орналасуы түрлі жерде болуы мүмкін, яғни ол жоғарылаған болып кетуі мүмкін, яғни бауыр астына қарай төмендеген, латералды, медиалды және де ретрицикалды болады. Ол тіпті бүйрекке дейін, жатырдың оң жақ қосалқылы бөліктеріне дейін, тіпті қуыққа дейін жетуі мүмкін. Аппендицит бізде полиэтиологиялы ауру болып саналады, яғни көптеген себептерден пайда болуы мүмкін. Мысалға, ішектегі қалыпты жағдайда өсіп өнетін микробтар, яғни аутофлора, аутоинфекция салдарынан, және де ол жерде орналасқан қан және лимф айналым болады ғой, солардың бұзылуы салдарынан, әртүрлі ішек қызметі бұзылғаннан, тамақтану сипаты бойынша, дұрыс тамақтанбаған кезде түрлі инфекциялардан туындауы мүмкін. Классификациясына келетін болсақ, ең бірінші ол бізде асқынбаған формасы. Оған біз жатқызамыз аппендикулярлы колика және де жай катаральды аппендицит. Бұл кезде осы аппендициттің клиникалық белгілері болады, бірақ тексерген кезде жалпы операция кезінде ешқандай да аппендицитінің белгілері байқалмайды. Сосын бізде деструктивті деген түрі. Оған жатқызамыз флегмонозды, гангренозды және де перфоративті түрі. Үшіншісі бұл бізде асқынған формасы. Оған біз аппендикулярлы инфильтрат, пераппендикулярлы абсцесс, перитонит, іш қуысындағы абсцесстерді, пилефлебит және де сепсисті жатқызамыз. Егер де осындай клиникалық белгілері байқалып, жедел аппендицитке күдіктенетін болсақ, оны тез арада стационарға, хирургиялық бөлімшеге жеткізуіміз керек. Оған дейін ауырсынуды басатын анальгетиктік препараттарды мүлдем қабылдауға енгізуге болмайды. Больницада бізде жалпы қан анализі бойынша зерттеу жүргізіледі. Ол жерден біз лейкоциттердің және де ЭТЖ-ның, яғни бұл бізде қабынудың маркерлары болып саналады. Солардың жоғарылаған, әсіресе оның ішінде нейтрофилдің жоғары болғандығын байқаймыз. Одан бөлек бізде УЗИ, брюшной полости және де рентген жасалынатын болады. Негізгі емі аппенdiктомия, яғни жаңағы қабынған аппендиксті, яғни құрт тәрізді өсіндіні алып тастау болып саналады.